Құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету қоғам қауіпсіздігінің басты кепілі. Осы мақсатта бүгін, яғни 3 сәуірден бастап өңірде қоғамдық қауіпсіздікті күшейтуге және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған жедел профилактикалық іс-шара бастау алды. 3 күнге созылатын ауқымды шара барысында құқық қорғау органдары қоғамдық орындардағы қауіпсіздік мәселелеріне ерекше назар аударып, қылмыс пен түрлі құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытында кешенді жұмыстар жүргізеді. Сонымен қатар тұрғындар арасында түсіндіру шаралары ұйымдастырылып, азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыруға басымдық беріледі. Ақтөбе қаласы аумағында ағымдағы жылдың 3 мен 5 сәуірі аралығында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және құқықтық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Іс-шара барысында қоғамдық орындардағы қауіпсіздік мәселелеріне, қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алуға, сондай-ақ азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыруға ерекше назар аударылуда. Біз көбіне тәртіпті тек құқық қорғау органдарының жұмысы деп ойлаймыз. Алайда шын мәнінде тәртіп әрқайсымыздан басталады. Биыл облыс аумағында 89 өрт тіркелді. Салдарынан 2 адам қаза тауып, 4-еуі түрлі дене жарақатын алды. Қызыл жалыннан келген материалдық шығын 46 миллион теңгені құрады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар орталығында өткен брифингте төтенше жағдайлар департаментінің мамандары мәлімдеді. Сондай-ақ 30 орман өрті орын алды. Құтқарушылар күннің күрт жылынуымен тілсіз жаудың алдын алу мақсатында тұрғындарды қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Осы уақытта өңірде мобильді топтар құрылып жұмысын бастады. Профилактикалық рейд барысында өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған азаматтарға әкімшілік айыппұл салынады. 86 мың теңге айыппұл салынады, ал кәсіпкерлер үшін айыппұлдың көлемі 865 мың теңгеден 2 миллионға шейін жетеді. Сонымен қатар өрттердің алдын алу және оларды сөндіру бойынша шаралар қабылдау мақсатында 2026 жылдың 20 наурызында облыс әкімінің номер 51 қаулысымен орман және дала өрттерінің профилактикасы мен сөндіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді. Бұл жоспар бойынша барлығы 40 іс-шара өткізу көзделген. Аталған жоспар бойынша қазіргі таңда келесі жұмыстар жүргізілді. Ол облыс аумағында барлығы 38 бірлескен мобильді топ құрылып, 12 рейд жүргізілді. 105 елді мекенде құрғақ шөптер мен жанғыш қоқыстарды тазарту жұмыстары жүргізілді және қазіргі таңда 28 км минералданған жолақтар жасалды.